Сіздер ма, құрметті ұстаздар? Мен ең алдымен өзімді таныстырып өтсем. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Атамекен ауылындағы орналасқан номері 7 жалпы білім беру мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Мадатова Алтынай Нұрманқызы. Менің бүгінгі педагогикалық идеяға алған тақырыбым тарих сабағында жасанды интеллект бағдарламасын қолданып сабақты түрлендіру. Тақырыбымның мақсаты жасанды интеллект арқылы сабақ мазмұнын визуалды, интерактивті және оқушыға қызықты етіп жеткізу дағдыларын дамыту, мұғалімдердің шығармашылық қабілетін арттырып, жаңа әдіс-тәсілдерді тәжірибеде қолдануға ынталандыру, цифрлық сауаттылықты жетілдіру, білім беру сапасын арттыруға бағытталған кәсіби құзыреттілігін нығайту. Міндеттері оқыту процесін түрлендіру үшін заманауи әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, сабақта тиімді білім беріп, оқушыларды қызықтыру және олардың сыни ойлауын дамытып, шығармашылығын қалыптастыру. Тақырыптың өзектілігі қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың қызығушылығын арттыру және білімді терең меңгеру үшін жаңа технологияларды қолдану аса маңызды. Жасанды интеллект бағдарламалары сабақ мазмұнын түрлендіріп, оны визуалды, интерактивті және оқушыға қолжетімді етеді. Мұғалімдер үшін уақытты үнемдеуге және оқушылардың шығармашылығына, олардың ерекшелігіне байланысты тапсырмалар ұйымдастыруға кеңінен мол көмегін береді. Алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай, мен тарих сабағындағы жасанды интеллект арқылы жасалған бейнематериалдарды оқушыларға беруді жөн деп санадым. Өйткені тарих сабағында белгілі бір сарынды постер қорғау, немесе Вен диаграммасы, Эйлер шеңбері, свод талдау секілді кестелер көп кездеседі. Сондықтан мен өзім сабақ барысында жасанды интеллектіні қолдану барысында не сабаққа қосылма болады деген сұрақ туындады. Яғни бұл жерде өзім ойлана келе, осындай бейнематериалдарды жасап, оқушылардың шығармашылығын дамытып, оқушылар соны жандандырып сөйлесе, мысалы тоқырау кезеңіндегі өзгерістерді, оның ерекшеліктерін нақты мәлімет арқылы көрсетсе, және сыни ойлауын, әр оқушының ойлау дағдысы әртүрлі, соған бейнематериалға қарай отыра кез келген мәліметті өздігінше әр оқушы әр деңгейіне байланысты алып отырса деген оймен осы тақырыпты зерттедім. Бұл жердегі менің бейнематериалдарым әр тақырыпқа байланысты, әр сыныпқа байланысты ерекшеліктері болды. Өйткені оқушылардың осы материалды мен зерттеу барысында оқушыларға тапсырмалар алып келдім. Мысалы 5-ші сыныптарға тас дәуірі, немесе 8-ші сыныптарға, 6-ші сыныптарға бейнематериалдар алып келген кезінде олар сабаққа деген қызығушылықтары артып, интерактивті досканың қасына келіп, өздерінің мен осы материалды мен жандандырайыншы, немесе Қарахан мемлекетіндегі ерекшеліктерді Саттық Бұғра ханның қалай қалыптастырғаны туралы, қай ғасырдан қай ғасырға дейінге қалыптасты, немесе Қыпшақ хандығы қандай ерекше болды деген сұрақтарға жауап беру арқылы осы тақырыпты тереңнен меңгеріп, оқушылардың қызығушылығы артып, тағы да қосымша мәліметтерді олар өздігінен дайындауға. Сонымен қоса, әр топтық тапсырмаларды беру барысында осындай бейнематериалдар дайындап, біз соны қорғаймыз деген өздерінің ұсыныстарын да білдіріп ерекшеленді. Енді әрине, бұл енді бейнематериалдарды дайындауға бізге қандай жасанды интеллект құралдары керек? Қазіргі таңдағы жасанды интеллект құралдары заман ағымына байланысты, біздің үздіксіз сабағымызда қолданып отыруға байланысты өзгерістер еніп жатыр. Енді біз осы тақырыбымызды алған кезінде қандай жасанды интеллектіні тарих сабағында қолдану керек, және ол қалай өзінің тиімділігін береді деген сұрақтарға туындадым. Яғни мана жоғарыда айтып өткенімдей, бейнематериалдарды жасау оқушыларды қызығушылықтарын анағұрлым арттырса, енді әр ұстазда сұрақ болады. Бейнематериалдарды қалай жасаймыз? Қане оларға біздің уақытымыз көп жұмсалып кетпей ме деген сұрақтар туындайды. Әрине, бұл кезде бізге Копилот платформасы көмекке келеді. Копилот платформасы сіздерге тақырыпқа байланысты, дәуірге, кезеңге байланысты, Қазақ хандығы болама, Моңғол кезеңі, түркілік кезеңі сияқты
Енді тағы да бір ерекше платформалардың бірі біздің заман ағымына сай жасанды интеллект, жасанды әлемді, суреттерді визуалды әлемге айналдыратын біздер Gemini платформасы. Ол әрине мәтінмен де жұмыс жасайды, бірақ керемет дүние, керемет жасанды интеллектінің әлемін болашақта біз қалай өмір сүреміз деген тың мәліметтерді, біздерге суреттерді керемет түсте, бояулы қанық түсте дайындап беретін ең негізгі материалдың бірі ол Gemini. Жоғарыда айтқанымдай, Copilot және Gemini осы суреттерді біздерге қозғалтатын және бізге бейне материал жасауға үлкен көмегін тигізетін құралдың бірі ол Pixverse бағдарламасы. Әрине ол барлығы тегін орналастырылған, кемінде 3-4 видео жасауға болады. Тағы да ол платный версиясы мүлдем сіздерге қажеті жоқ. Өйткені сіздерге достарыңызға жіберу арқылы, ішіндегі бейне материалдарды көру арқылы сіздерге кредит беріледі. Сол кредиттерді қолдана отырып, сіздер өздеріңіздің керекті материалдарыңызды жандандырып, қозғалтып, бейне материал жасауға үлкен көмекші құралдың бірі ол Pixverse. Жасанды интеллект арқылы мектеп ұстаздарына өз тәжірибеммен бөлісу сәтім, сонымен қоса оқушылармен ашық сабақтарды қызықты әрі тиімді етіп ұйымдастыру сәтімнен үзінді. Енді келетін болсам, бұл жасанды интеллект маған не берді, менің жетістіктеріме тоқталатын болсам, әрине, бұл маған жасанды интеллект осындай керемет сабағымның қызықты, әрі мағыналы, әрі тың дүниеге бай болып өтуіне, материалдарды сақтауға, тапсырмалар, тесттер құрастыруға үлкен көмекші құралдың бірі, яғни менің серігім болды. Дегенмен, осы жасанды интеллекттің құралдарын үйрене отырып, мектепшілік тренері атандым. Сонымен қоса аудан сайыстарында, ауданда спикер болдым. Сонымен қоса осындай жетістіктердің арқасында маған мектеп әкімшілігі алғыс хатпен марапаттады. Тек қана аудан және мектеп көлемінде ғана емес, облыс көлемінде де өзімнің іс тәжірибеммен бөліскенім үшін маған сертификаттар, кітапшалар табысталды. Ықыластарыңыз мен үшін ең үлкен шабыт. Назарларыңызға көп-көп рахмет.